Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін видеоның төменгі жағындағы подписация батырмасын бассаңыз жеткілікті. Бүгін ауызашарға өте дәмді котлеттер дайындайтын боламын. Бізге қажет сиыр етінен тартылған фарш, пияз, сарымсақ, қарабұрыш, тұз және нан. Ең алдымен туралған батон тілімдерінің үстіне аздап жылы су құямыз. Одан кейін пиязды майдалап турап саламыз. Үкіштен сарымсақты өткізіп қосамыз. Үстіне тұз бұрышын қосып араластырамыз. Одан кейін нанның артық суын шығарып, фаршқа қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Және фаршты бірігу үшін ыдысымызға ұрғылап аламыз. Сонда ешқандай жұмыртқасыз осылай бірігетін болады. Котлеттерді осылай формаға келтіріп аламыз. Ең бірінші майды қатты қыздырып, одан кейін пештің орташа градусіне қойып, екі жағы қызарғанша ғана қуырып аламыз. Не осылай қызартып қуырып аламыз. Одан кейін котлеттерімізді алып, аз ғана су құйып, котлетті қайтадан салып 30 минутқа бұқтырып аламыз. Осымен котлеттеріміз дайын болды. Әртүрлі гарнир жасап, қасына котлетті қойып ұсынуға болады. Видео ұнап жатса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.